Қайырлы күн, менің есімім Байымбетов Дінмұхамед, мен Есенов университетінің оқытушысымын. Өткен жылдың наурыз айынан бастап Қазақстанда локдаун жарияланды. Және де біздің университет шұғыл түрде қашықтықтан оқытуға көшуі тиіс еді. Мұндай жаңалықтарға біз алғаш рет тап болғанымызды атап өткім келеді. Біздің алдымызда жаңа міндет тұрды. Оқу процесіне зиян келтірместен жаңа жүйеге көшу. Жаһандық пандемия жағдайында білім беру жүйесі де айтарлықтай сын-қатерлерге ұшырады. Карантин кезінде Есенов университетінде де білім беру үрдісі толықтай онлайн форматына көшірілді. Әрине, оған дейін де университетте қашықтан оқыту форматы іске қосылған, бірақ та толықтай оқу контенттерін цифрландыру, ашық онлайн курстармен қамтамасыз ету жұмыстары бойынша басында қиындықтар туындады. Бірақ осы қиындықтарды шешу мақсатында университет қабырғасында арнайы телестудия жабдықталды. Мен Есенов университетінің бірінші курс студентімін. Қазіргі уақытта жатақханада тұрып жатырмын. Оқуға түскен кезімізде карантин басталып кеткен болатын. Бізде өте қатты қиындықтар болды. Оның бірі техника мәселесі, интернет мәселесі. Көп нәрсе жетіспеді. Осы жағдайды ескере отырып, Есенов университетінің басшылары біздерге жағдайымыз жасап берген болатын. Біздерді техникамен, компьютермен, жақсы интернетпен, Wi-Fi-мен қамтамасыз еткен болатын. Барлығы оңайға соқты деп ойлаймын. Ең бастысы біздер үйде отырып, қашықтықта оқып, достарымызға зиян келтірмей үйде білім алып жатырмыз. 2020 жылдың наурыз айында басталған бүкіләлемдік пандемияға байланысты еліміздің жоғарғы оқу орындары қашықтықтан білім беру форматына өте бастады. Әр университет әртүрлі деңгейде қиындықтарға шалдықты. Біздің университетіміздің алдында да шұғыл түрде шешуге тура келетін мәселелер туындады. Атап айтсақ, қашықтан оқыту форматын толық қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе болмады. Оқытушыларымыздың IT құзыреттілігінің деңгейі төмен болды. Және де студенттер мен оқытушылардың қажетті техникамен жабдықталуы және оларды қажетті интернет сапасымен қамтамасыз етуі туралы мәселелер туындады. Аталған мәселелер қалай шешілді? Біріншіден, оқу процесі толықтай америкалық Canvas жүйесіне ауыстырылды. Қашықтан емтихан тапсыруды қамтамасыз ету үшін антиплагиат және прокторинг жүйелерімен интеграцияланды. Осы жүргізілген жұмыстар арқасында қазір студенттеріміз бен профессорлық оқытушы құрама қашықтан жұмыстарын сәтті жүргізуде. Принимая во внимание всю ситуацию в мире, онлайн-образование не казалось чем-то обычным, скучным, рутинным. Но сейчас мы поддерживаем связь с учителями, нам очень удобно обучаться онлайн, не выходя из дома. Мы можем посмотреть свои оценки в платформе. Я очень сильно переживала насчет своих экзаменов, сможем ли мы сдать в подобном формате, но оказалось, что это очень легко. И сейчас я сдаю все на отлично, соблюдая все правила. Я очень сильно, в свою очередь, жду с нетерпением, когда откроются двери нашего университета своим студентам.